Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен үгілмелі самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қаймақ қажет болады. 2 жұмыртқа, бөлме температурасындағы май және қамыр қопсытқыш. Және тұзымызды қосып, шанышқының көмегімен бір араластырып аламыз, қыздар. Үстіне ұнымызды қосамыз. Мен бірден ұнды салып, шанышқымен бір араластырып аламын да илеуге кірісемін. Және осындай қолға жабыспайтын теста шығу қажет, қыздар. Оны салафанға салып, тоңазытқышқа жіберемін. Салмасын дайындаймыз, қыздар. Тартылған ет және жуа қажет болады. Барлығын турап, тұз бұрышымды салып, татымына қарай араластырып дайындап қоямын. Одан кейін тестамды алып, осылай бірнеше бөліктерге бөліп, жаюға кірісемін, қыздар. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Мен тез ұлыма жасап атқаннан кейін әртүрлі формада түйіп көрейінші деп түйіп жатыр едім бұл жерде. Түйу формама мән бермеңіздер, қыздар, бұл жерде. Қыздар, сосын тағы бір құпия, бұл тестамен мясной пирогта етті бәліш, яғни жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, қыздар. Бұл песочный ғой, яғни песочный теста. Өте дәмді болып шығады, яғни қазіргі таңда ұйғырский самса деп жатады ғой. Вот осы соның тестасы. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Лайк, комментарий жазыңыздар.